Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Трамптың жасаған мәлімдемесі Кремльді уайымға салып қойды. Себебі Трамп сайлау алдында да, сайлауда жеңіске жеткеннен кейін де мұнайға ерекше мән беретінін айтты. Яғни Трамп айтты, Америка енді мұнай өндіруді арттырады деді. Бұның қандай әсері бар? Неге Кремль уайымдап отыр? Себебі Трамп біліп отыр, Ресейдің басты байлығы бұл Сібірдегі болсын және басқа таяу шығыстағы, қиыр шығыстағы болсын мұнай көздерінен түсетін табыс екенін. Ресей де Қазақстанның ожақ бұжағы, былайша айтқанда, оның басты пайдасының негізгі бөлігін осы мұнайдан, газдан түсіп отырған пайда құрайды. Енді Трамп айтып отыр, Америка мұнай өндіруді арттырады дейді. Ал мұнай өндіру арттыратын болса, онда сөзсіз ОПЕКке кіретін Қазақстан сияқты мемлекеттердің, яғни экономикасының қаншама бөлігі мұнайдан түскен пайдамен жаңағыдай дамып отырған мемлекеттер үшін бұл үлкен соққы болатыны айтпаса да түсінікті. Бұны біздің отандық сарапшылар да, әлемдік сарапшылар да жарыса жазды. Ал енді бұл Ресейге қалай әсер етеді? Ресей осы кезге дейін мұнайдан және газдан түсетін пайдадан күнелтіп келді, былайша айтқанда. Өзінің газын біресе Моңғолияға тыққыштады, Моңғолияға жасаған сапары кезінде және Қытай басшысы төрағасы Си Цзиньпинмен кездескен кезде де осынау жобаларды ұсынып көрді. Алайда қытайлықтар әдейі асықпай отыр. Неге? Си Цзиньпин жаңағыдай ресейліктердің газы болсын, мұнайын болсын, бірден олармен сауда жасауға асықпай отыр. Бұның да өзіндік себебі бар әрине. Сөйткен Путин енді өзінің мұнай газын қайда сатады? Және Америка мұнайды өндіруді арттыратын болса, мұнайдың баррелі, Брент бағалы мұнайдың баррелі құлдырайтыны айтпаса да түсінікті. Бұны экономистер де, саяси сарапшылар да жарыса жазды. Енді құрметті халайық, сіздер өздеріңіз білесіздер. Мен өткен тарихтан мысал келтіре отырып, болашаққа, бүгінгі күнге болжам жасауға тырысамын. Енді қараңыздар, бұндай тарихты іздеу үшін бізге сонау орта ғасырға кетіп қалудың қажеті жоқ. Күні кеше ғана өткен Кеңестер одағының тарихынан бір ғана мысалды келтіріп берейін сіздерге. Брежневтің кезінде нан болса ән болады деп, қарапайым халық қарны тоқ болса осыған риза болды. Және коммунизм деген осы екен ғой деді, ол дәуір өткеннен кейін. Алайда неге Брежневтен кейін КСРО құлдырап кетті? Бұл Брежневтің ақылдылығы ма, данышпандығы ма, экономистігі ма, яғни экономиканы қатты білетіндігінен ба, әлде басқа жағдай ма? Әрине басқа жағдай. Себебі Брежневтің кезінде Сібірдегі мұнай атқылап, былайша айтқанда Сібірдің мұнайы КСРОны асырауға тек Сібірдегі ғана емес, Қазақстан болсын, біздің достар аймақтары, мысалы бүгінгі Атырау аймақтары жеріндегі мұнайдың атқылауы Кеңестер одағына асырауға толық жетіп жатты. Алайда осы мұнайдың байлығына сеніп үйреніп қалған КСРО бұл өзгерістен, былайша айтқанда, бұл комфорттан шыға алмады. Соның нәтижесінде оның экономикасының басым бөлігі осы мұнайдың пайдасына байланды. Ал мұнайдың құбылмалы екендігі айтпаса да түсінікті. Осылайша шамамен 10-15 жыл бойы КСРО бүкіл мұнайдың пайдасын, игілігін көріп, қаншама құрылыстар салынды. Сол кездегі салынған құрылыстар әлі күнге дейін Қазақстанның түкпір-түкпірінде қалаларда әлі күнге дейін тұр. Яғни сол тұстары салынған үлкен-үлкен ғимараттар сапалы салынған сонша күні бүгінге дейін қызмет етіп тұр. Енді қараңыздар, бұндай керемет уақыт ұзаққа созылған жоқ. Америка бұны жақсы білді. Сөйтті де 1979 жылғы КСРО-ның Ауғанстанға әскер кіргізуі оның тек саяси ғана қателік емес, экономикалық та қателік жіберді. Ол қандай қателік? 1979 жылы Кеңестер билігі Ауғанстанға әскер кіргізген кезде Ауғанстанды мына жақтағы Сауд Арабиясы қолдап шықты. Бұл кезге дейін Сауд Арабиясы мен КСРО-ның арасындағы байланыс жақсы болған еді. Жақсы болсын, жаман болсын, олар түсіністікте әрекет етті, бірігіп әрекет етті. Тіпті білесіздер, біздің атақты Нәзір Төреқұлов деген елшіміз осы КСРО-ның Сауд Арабиясындағы елшісі болған еді. Ол өз алдына басқа тарих. Сонымен Сауд Арабиясы қолдап шықты да, енді Сауд Арабиясы бір өзі алып КСРО империясына қарсы тұра алмасын түсінді. Сауд Арабиясы енді Америкамен келісімге келе бастады. Америка бұны жақсы түсініп, жақсы пайдалана алды. Енді олар бірге отырып Сауд Арабиясына мұнайдың атқылауы КСРО-дағы мұнайды керексіз қылып тастады. Былайша айтқанда КСРО-ның мұнайы күрт құлдырап кетті, баға құлдырады. Мұнай бағасы құлдырағаннан кейін КСРО-ның табысы азая бастады. Бұл табысы азаю
тіпті Горбачевтың кезеңіне дейін жалғасты. Сөйтті де Горбачев КСР-ны сақтап қалу үшін қайта құру дегені шығады. Бұл қайта құрудың перестройка дейді ғой, Совет одағының адамдар жақсы түсінеді. Алайда қайта құру Горбачевтың бұл жоспары КСР-ны сақтап қала алмады. Тағы да бір тарихи естеріңізге түсірейін осыған байланысты. 1985 жылы енді өз еліндегі осынау дағдарысты шешу үшін сыртқы саясатта Америкамен былайша айтқанда келісімге келуге тырысады. Осы кезге дейін бір-біріне қырын қарап келген, тіпті суық соғыстың кезінде бір-біріне жағдай атом бомбасын кезеуге дайын тұрған екі алып империя енді КСР билеушілері Америкамен келісімге келуге тырысады. Бұны Вашингтон саясаткерлері жақсы түсінді. Алайда бір қызығы 1985 жылы Женевада, яғни Швейцарияда екі алып империялардың басшылары кездеседі. Сол кезде күліп тұрып, қолынан ұстап тұрып, Рональд Рейган Горбачевтың қолынан алып келісімге келгендей болады. Енді қараңыздар, арада 5-6 жыл уақыт өткеннен кейін 1991 жылы КСР жермен-жексен болды. Қаншама мемлекеттер тәуелсіздік алды, КСР құламастай көрінген КСР құлады. Женева қаласында бұлар келісімге келгендей болып еді. Рональд Рейганның актерлығы да бар, саясаткерлігі де бар, былайша айтқанда. 1985, ал қазір 2025. Американың басшылығына кім келіп жатыр? Трамп. Трамп жай ғана саясаткер емес, ол мықты бизнесмен. Яғни Трамп көшедегі кім көрінген біреу емес, және канцелярияның қатып қалған бюрократияның адамы емес. Оны өзі билік басына келетін кезде, тіпті білесіздер, президент болып жаңағыдай орынды Байденнен жеңіп алғаннан кейін президенттік қызметті кіріспей тұрып, Илон Маскты білесіздер, әлемдегі миллиардер, былайша айтқанда ең технологиядан әлемдегі былайша новатор. Соны мемлекеттік қызметке тартуға кіріскен де білесіздер, мемлекеттік қызметке жақындатқысы келді Илон Масктың өзін. Сондай Трамп енді жайдан жай Ресеймен келісімге келе ме? Тағы бір мәселе, Трамп билік басына келетін кезде мен соғысты тоқтатамын деді. Алайда бұл жаңағыдай Украинаның пайдасына жұмыс істеймін дегенде білдірмейтін еді. Содан кейін қаншама халық қорқып қалды. Сонда Украинаға көмек азая ма? Артынша Трамп қайта мәлімдеме жасады. Украинаға жасалатын көмек тоқтамайды деп ашық түрде мәлімдеді. Ал енді келіп Трамптың билікке, яғни өзінің қызметіне көрсететін күн аз ғана қалды. Трамп Путинмен келісімге келеді. Бірақ Рональд Рейганның Горбачевпен келісімге келгенде ұмытпаңыздар. Олар да бір-біріне күліп тұрып, қолдарын ұсынып келісімге келді Женевада. Одан кейін Рейкьявик қаласында кездесті. Үшінші рет Вашингтонда кездесті. Артынша КСР құлады. Бұлайша бәрі жақсы сияқты, сырт көзге қараған кезде бұл екі алып держава келісімге келіп жатқан сияқты. Бірақ пайдасына бүтін Рональд Рейган бастаған Америка ақыры өз мақсаттарына жетті. Себебі Рональд Рейганның айтқан сөзі бар, империя зла деген сөзі бар, кеңестер одағына байланысты айтқан сөз, яғни зұлымдық империясы деп айтқан болатын Рональд Рейган. Ақыры өз мақсатына жетті. Былайша айтқанда актер Рональд Рейган саясатқа кейіннен келген адам, президент болды, мақсатына жетті, кеңестер одағы 1991 жылы құлады. Былай қарап тұрсаңыз, екі алып империяда келісімге келген сияқты болып еді. 3 рет кездесіп тұр ғой. Женева қаласында кездесті, Исландияның Рейкьявик қаласында кездесті, одан кейін Американың Вашингтон қаласында кездесті. Үшеуінде де бір керемет бір-бірімен қол алысып, жаңағыдай келісімге келгендей болып еді. Артынша кеңестер одағының тасталқаны шықты. Ал Трамп осынау тарихты білмейді деп ойламаймын, және Путин де бұдан хабарсыз деп ойламаймын. Енді Трамп осы кезге дейін жинақтаған тәжірибесін, былайша айтқанда, саясатта өзінің атын жаңағыдай алтын әріппен қалдыруға тырысатын саясаткерлердің бірі. Енді оның әрекеті қандай болады, оны алдағы уақыттары бақылайтын боламыз. Менің айтайын дегенім, тарихтан мысал келтіре отырып сіздердің алдарыңызға осындай бір жайды ұсынып отырмын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Трамп
рейганның саясатын қайталай ма әлде өз атын басқаша қалдыра ма?